Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Қуанышты медицина, оның жүргізушісі мен Қуанышбек. Бүгін сіздермен бірге біз ұшық не үшін шығады, ұшық деген не алып келеді, адам организміне зияны бар ма, қалай емдеуге болады, қалай алдын алуға болады деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Ең бірінші достар, біздің халық арасында ұшық көз тигеннен және де өзіне жақпайтын тамақтарды жеп қойғаннан кейін шығады деп айтады, бірақ олай емес. Ұшыққа алып келетін себеп бұл герпес деп аталатын вирус. Герпес деген вирус бірнеше түрі бар. Бірінші, екінші түрі өте көп түрлері бар достар. Бірақ герпес 1 ауызға ерін аймағына ұшық шығаратын, бізде ол адам организміне зиянды емес. Ол біздің организмімізде бар, ол активсіз күйде болады. Иммунитетіміз төмендеген кезден бастап бізге өзінің көрінісін бере бастайды. Ең бірінші достар, алдарыңызға сіздер сұрақ қоюыңыз қажет, менің иммунитетімнің жағдайы қандай деп. Осы кезде екінші бір жағы бар, бұл сұрақтың көптеген халық иммунитетін көтеру үшін әртүрлі БАДы препараттарын, таблеткаларды, уколдарды, көптеген заттарды алады. Адамның иммунитеті бұл үлкен ұғым. Адам иммунитеті егер жақсы жұмыс істеп тұратын болса, иммунитет или жақсы жұмыс істейді, или мүлде қызметі төмендеп кетеді. Егер иммунитеттеріңіз жақсы нормада істеп тұратын болса, сіздер ешқандай вируспен және жұқпалы аурулармен ауырсаңыздар да оның өте жеңіл формада өтіп кететін болады. Дәл осы сияқты герпес. Егер сіздер иммунитетіңізді жақсы нормада ұстасаңыздар, иммунитет қандай кезде енді төмендейді? Біріншісі бұл ұйқының дұрыс болмауы. 8 сағаттық ұйқының толық әрі сапалы болмауы. Менің мына видеомды көрсеңіздер, ұйқы туралы мен ол жерде көбірек түсіндірдім. Кейін дұрыс тамақтану рационының дұрыс болмауы, яғни адамдар тек бір текті тамақтармен тамақтануы. Келесі осы видеолардың барлығын сіздерге берем, подсказкада көріп өтіңіздер, жарай ма? Кейін стресс. Стресстік факторлар өте көп иммунитетті түсіреді. Күйзелістер, жан күйзелістері, депрессиялар, осылардың барлығы адам иммунитетін төмендетіп жібереді. Одан кейін жұқпалы аурулар, мысалы ОРВИ ауруларынан кейін де адамның иммунитеті төмендейді. Және де физикалық жүктемелер адамда аз болатын болса, мүлде қимылдамайтын болса, дене шынықтыру жаттығуларын мүлде жасамайтын болса, адамның иммунитеті төмендеп кетеді. Егер осы комплексті істерді күн сайын істейтін болсаңыздар, жақсы ұйықтап, жақсы тамақтанып, дене шынықтырумен айналысып, стресске бой алмай, өміріңізді солай сүретін болсаңыздар, осындай герпес деген аурулардың алдын алатын боласыздар. Енді бәрібір герпес шықты, біз не істейміз деген сұрақ. Бірінші, не істемеуіміз қажет? Ең бірінші, паниковать етпеуіміз қажет, және де еріндегі герпесті сығып шығаруға болмайды достар. Көбісі сығып тастайды, герпесті угриді, бетке шыққан заттарды, оны сықсаңыздар, қақпа ашылады. Вирустарға, сырттағы, ортадағы микробтарға, бактерияларға қақпан ашып бересіздер организмдеріңізге. Қолыңызбен стафилококк, стрептококк және де көптеген вирустар, саңырауқұлақтар ол жерге кіретін болса, содан кейін қызықтың барлығы басылады. Егер сіздер сықпасаңыздар, бұл 7 күн, 10 күннің ішінде адамның иммунитетінің өзі ақ бұл вируспен күресіп, жағып көріністерін азайтады. Фурацилин, хлоргексидин сияқтылармен жуып отырсаңыздар, күнде 3 рет, ол кезде сіз жағы бактериалдық инфекцияның еніп кетуінің алдын алатын боласыздар. Және де жақпа майлар бар, осы герпеске арналған ацикловир деген жақпа майы, оны сіздерде жағатын болсаңыздар, бірақ оны барлығына жағуға дәрігер ұсыныс бермейді. Бәрібір дәрігерге барып көрініңіздер, жарай ма? Бірақ жаңағы ацикловирді жақсаңыздар, бұл ацикловирдің өзі де герпесті алуға көмектеседі. Ең маңыздысы ол жерді күйдіріп, сығып, тиісіп, қан шығарудың қажеті жоқ. Уақыт өте 7 күн мен 10 күннің ішінде адамның иммунитетінің өзі ақ бұл вирустан құтыла алады. Достар, осылай ең маңыздысы иммунитетіңізді жақсы нормада ұстасаңыздар, бұндай герпес сияқты вирустар сіздің организміңізде ауру туындатпайтын болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Қуанышты медицина, оның жүргізушісі мен Қуанышбек.